Иммунитеттеріңіз түсіп жүрген болса, осы салатты дайындауға кеңес беремін. 4 дана қызылшамызды асып алып, осылай майдалап теркіден өткізіп аламыз. Және 2 дана чесногымызды қосып, дәміне қарай тұз, қалауларыңызша майонез қосасыздар. Жақсылап араластырып аламыз. Және осылай болып шығады. Бізде дайындап көріңіздер достар, өте дәмді әрі аппетиттеріңізді ашатын салат. Және сырымызды майдалап теркіден өткізіп алып, осылай бетіне себеміз. Өте керемет болып шығады, оңай салат. Иммунитеттеріңізді көтереді. Және достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен күшті рецепттермен бөлісетін боламын. Ас болсын, сау болыңыздар.